Сәлем. Құрметті менің оқырмандарым, жандарым. Бүгін сендерге осындай Netflix-тің мороженын көрсетейін деп жатырмын. Сол Netflix-ті білмейтін адам жоқтың қасы шығар енді. Бұл Netflix деген, біле білсеңіздер, әлемнің 190-нан астам елінде бар екен ресми түрде. Ал Қытайда, Солтүстік Кореяда және Сирияда осы үш елде ресми түрде жоқ екен. Енді сіздер көріп жатқан киноның көптеген киносын, яғни 100% киноны бір 60-70% осы Netflix ұсынатын шығар деп ойлаймын енді. Өйткені Netflix бұл әлемге кең танылған. Осы Кореяға келгелі бізде осы Netflix-тің дорамаларын көптеп көретін болдық. Сіздер де көріп жүрсіз оның қаншамасын, бірақ білмейсіз оның Netflix деген. Ал енді көп созбай, балмұздақтың дәмін көрейік. Мінекей қаптамасының өзі қандай. Вау! Міне. Шоколад екен. Бисмилла. Карамель. Кремнің ұшында карамель болып тұр мынау. Бара бер деп. Мынау ішінде как шоколадтың өзі бар екен. Және де кәдімгі қатқан шоколад болады ғой. Соның нелер болады екен, жаңағыдай сынықтары. Өтіп жатыр дегізім. Бана өтіп тұрмын ғой. Мен видео түсіремін деп жегізіп өттім ғой бағанадан бері. Бірінші сіздер көрсін деп. Хотя ол көріп қойдық. Таза шоколад екен. Таза шоколад. Дәмі өте керемет. Мынау енді Қазақстанда точно жоқ, айналайындар. Тапсаңдар жіберіңдер. Тапсаңдар жіберіңдер ал. Анау не жақта бар, мынау не жақта бар десеңдер. Мынаны тауып келіңдер сол Қазақстаннан. Жоқ бұл енді ал. Дәмі енді керемет. Онда 10. Ұнады бізге. Бар болса алып жеп көріңдер, өте керемет. Шеш. Мына осы Netflix-тің мороженын өте керемет екен. Ақпарат және де видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Және де мороженды алып жеп көріңіздер. Советую вам.